Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі мен сіздерге ұсынып отырған баяндамамның тақырыбы үш тілділік бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарат басты баспалдақ. Көптілділік мәселесі Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған көкейтесті мәселелердің бірі. Себебі жаһандандыру және киберкеңістікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді. Біздің елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев көп тілді білімді дамыту жіті назар аударып, еліміздің маңызды құндылықтарының бірі және басты артықшылықтары көп ұлттылық пен көп тілділік деп атап көрсеткені белгілі. Президент жүктеген тапсырмаларға сәйкес тілдерді қолдау мен дамытудың 2024-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен тілдердің көп тұғырлылық мәдениеті бағдарламасында Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 24-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 25 жылға қарай барша қазақстандықтар қазақ тілін, орыс тілін және де ағылшын тілін 95% және 25% ағылшын тілін меңгеру тиіс делінген екен. Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып жатқан өзгерістер бізді үрейлендіреді. Біз оларға дайынбыз. Біздің еліміздегі міндетіміз егемендік жолдағы қол жеткізердің барлығының сақтап отырып, 21 ғасырда орнықты дамуды жалғастыру. Елбасымыздың жолдауында айтылғандай, еліміз қай салада болмасын қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін қанат сермеуде. Елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев сайқалы саясатының арқасында